Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Бүгін біз бар жоғы 4 заттан тұратын, өте дәмді болып шығатын және балалық шақтың дәмі картошка печеньесін дайындаймыз. Яғни шұжық формасында дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Көрген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Бізге керекті ең алдымен кез келген печеньемізді алып, пакетке саламыз. Аузын жауып, оқтаудың көмегімен ұрғылап, езіп аламыз. Қатты езудің қажеті жоқ. Дайын печеньемізді үлкендеу ыдысқа саламыз. Араластыруға ыңғайлы болу үшін бізге керекті ерітілген сары майымызды саламыз. Какаомызды саламыз. Және де қоюлатылған сүтімізді саламыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осындай масса шығу керек. Енді дайын массамызды пленкаға салып, шұжық формасына келтіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай, өте оңай жасалуы және де қолжетімді заттардан жасалады. Дайын болған формамызды морозильникке кемінде 2-3 сағат саламыз. Морозильниктен шыққан соң өз формасын өте жақсы ұстайды және пышақтың көмегімен өте жеңіл кесілетін болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз болса, рахмет.